Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтардың арасында ақпарат. Чехияда министр болған қазақ қызы Жәмила Алмасқызы туралы айтатын боламын. Жәмила Алмасқызы 1962 жылы 6 ақпанда Алматы қаласында дүниеге келген. Әкесі Алмас Ордабаев сәулетші, мәдениеттанушы, этнограф. Ал анасы Рауза Симбаева химия саласының ғалымы. Нағашы атасы Әбдіхабит Симбаев кезінде Қазақстанда білім министрі болған саяси тұлға. Әкесі Алмастың жұмыс жағдайымен Жәмила Мәскеуге қоныс аударады. 1986 жылы бірінші медициналық институтының бірінші емдеу факультетінде жоғары білім алады. 1985-1987 жылдары аталған институттың психиатрия кафедрасында ғылыми қызметкер және оқытушы міндеттерін атқарады. Мәскеу университетіндегі оқу кезінде чех жігітімен танысады. Болашақ жарымен Кеңес одағынан Чехословакияға қоныс аударған қазақ қызы 1987 жылы Прага қаласында аспирантурада оқыды. 1988 жылдың қаңтарында Милослав Стехликпен шаңырақ көтеріп, сол кездегі Чехословакияның Хомутов қаласында тұрды. 1992 жылы Чехословакия азаматтығын алды. 1997 жылы жұбайымен белгілі бір себеппен ажырасқан. Камила және Асан есімді ұл қыздары бар. 1989-1992 жылдары Хомутов қаласында белгілі дәрігер-психиатр, 1992-1997 жылдар аралығында Прага халық денсаулық сақтандыру орталығында және мемлекеттік денсаулық институтында ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. Саяси мансабын Жәмила Стехликова 1998 жылы Хомутов қаласы уәкілдігінің мүшесі болып бастаған. Соңғы екі сайлауда Хомутов қалалық әкімдігінің мүшесі болды. 2006 жылы жергілікті уәкілдіктер сайлауынан бері уәкілдіктің шағын ұлттар жөніндегі комиссиясын басқарады. Жасылдар партиясының қалалық төрайымы, өлкелік ұйымның төрайымы және партияның бүкіл республикалық кеңес мүшесі қызметтерін атқарды. 2007 жылдың 9 қаңтарында Чехия Республикасының премьер-министрі Мирек Тополяныктың жарлығымен адам құқықтары және шағын ұлттар мәселесі жөніндегі министрі болып тағайындалған Жәмила Алмасқызы бұл қызметінен 2009 жылы қаңтарда өз еркімен кетеді. 2007 жылы Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила ханым Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында орналасқан Қарақұрым ауылындағы атамекені туралы былайша еске алған. Мен үшін Қарақұрым ауылының маңызы өте ерекше. Қарақұрымда менің атам, яғни әкемнің әкесі туып өскен. Сондықтан атамекен дегенде менің есіме жиі түсетін жер өзім туып, балалық шағым өткен әсем де сүйікті қала Алматы емес, алдымен сол Қарақұрым ауылы көз алдыма елестейді. Қазақ газетінің 2019 жылы санында жарияланған сұхбатында ол Қазақстанға жиі келіп тұратын айтқан. Әлбетте, Қазақстан өз үйім, ал Чехия екінші отаным, жанұямның мекені. Менің келбетім қазаққа да, европалыққа да келеді, және ол екеуі бір-бірімен керемет үйлесіп тұр. Қазақстанға жиі барып тұрамын, биыл да баруды жоспарлап отырмын. Әрине, Қазақстанда болып жатқан жағдайлардың, жаңалықтардың бәрінен хабардамын. Қазақстан өсіп өркендеу үстінде, мен оған өте қуаныштымын. Сыртта жүрсем де елімнің тілекшісімін, деп жауап береді ол. Егер бүгінгі ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.